Сәлем достар, сәлем, қалдарыңыз достар. Бізде бүгін жаңа видео, достар. Қандай дейтін болсаңыздар, достар, міне осы жазда каникул кезінде оқушылардың логикасын дамытатын біз ойын жасадық, достар. Яғни ол математикалық сауаттылықты арттыратын. Мына жерде қараңыздар, достар, әртүрлі математикалық амалдар бар, қосу және азайту амалдары. Мен осы есептің сразу жауабын айтатын боламын. Ал біздің екі қыз өзара жаңағыдай қайсы суын амалға жауапқа сәйкес келетін табу керек, достар. Олай болса видеоны соңына дейін көріңіздер. Ал біз ойынымызды бастаймыз, достар. Ал олай болса қараңыздар, дайынсыздар ма, Медина? Сезім, дайынсыз ба? Жақсы. Олай болса біріншісі қай есептің жауабы 3 болады? Қай есептің жауабы 3 болады? Достар, сіздер жоқ. Достар, сіздер Медина мен Сезімнен қарағанда сіздер жақсы білетін сияқтысыздар. Ал, қайсысы? Мама көрсет. Дұрыс, аға. Алдыңа жинап қой. Ал, жақсы. Келесі. Қараңыздар. Жауабы 7. Қай амалда 7 жауап болады? 7. Жоқ, көрсінбес. Жоқ. 7 қайсы? Дұрыс. Жақсы. Келесі. 1. Қай есептің амалы? Бірге болады. Ол жақсы. Ал, келесі. 2. Жақсы. Бізде Сезім математикадан жақсы екен. Абай, Медина, кеше Сезім ұтып еді, бүгін Медина айтып отыр. Бізде Сезім бір жас екен, сонда мүмкін айырмашылығы бар шығар, достар. Келесі 9. Ал, жылыңды 9. Сезім, давай хотя бы. Жақсы. Келесі 5. Келесі 8. Ортарында. Келесі енді 6. Жақсы, олай болса, достар. Қанша уақыт? 9 жауап болған. Соның 7-еуін Сезім алды, 2-еуін Медина алды. Яғни бүгінгі бізде жеңімпаз Сезім. Ал, Медина. Медина бізде ұтып қалды. Достар, видео қызық болса, лайк басып комментарий жазыңыздар, достар. Бізбен бірге арнайы болыңыздар. Біздер жақсы сапалы ойындар ұйымдастыратын боламыз. Олай болса, біздер, достар, біздер бүгінгі видеода, бүгінгі блогта 2 ойын бар. Екінші ойын біздер жаңадан басқа ойын бар. Бізбен бірге болыңыздар. Ал, достар, бізде екінші ойын басталды. Бізде екінші ойында мына жерде сандар 1-ден 9-ға дейін сандар жазылған. Сол сандарды рет-ретімен табу керек. Бұл логикалық ойындар. Бастадық. Қыздар, дайынсыңдар ма? Бірінші ойында бізде Сезім жеңді. Енді екінші ойында кім жеңетін көреміз. Баста, Сезім баста. 9-сан шықты, дұрыс емес. Жауып қой қайтадан. Келесі, Медина. 2. Жауып қой қайтадан. 3. Жауып қой қайтадан. Дұрыс емес. Сосын Сезім сен аш енді. 5. Шыққан сандарды қайда тұрған жаттап алыңдар. Сосын табуға жеңіл болады. Қайтадан ашып атсыңдар ғой енді, сол үшін логикаларыңды қосыңдар. Аша ғой Сезім. Жоқ. 1 сан табу үшін бүгін. 1 табылды. 2 табылды. Дұрыс. 3 табылды. 2-ні дұрыстап қой. Көрерменде көріну керек. 3-ті дұрыстап қоямыз. Аха, көрерменде көрінсін. Келесі. Қандай сан табамыз келесі? 5. 4 сан табу керек енді бізге. 4 сан табылды. Енді 5 саны. Кім соңында 9 сан алды, дұрыс. 9 сан кім соңында табады, сол жеңіске жетеді. 3 сан қалды. 7-ні табамыз. 8 бақыл. 7. Дұрыстап қоямыз санды. 8.
соңғы сан 9. Бізде жеңіске тағы сезім жетті. Достар, бізде Мединаның кішкене жеңілген үшін көңілім күйі түсіп қалды. Сол үшін Мединаға поддержка беріп кетіңіздерші. Ал мен ұттым. Кеше Медина ұтты ғой, бірақ бүгін сезім ұтты. Келесі жолы Медина ұтатын шығар, достар, поддержка беріп кетіңіздерші Мединаға. Осымен біздің блог аяқталды. Қош сау болыңыздар.